Бірінші нұсқаның бірінші, екінші есептерін талдадық. Енді үшінші есепке кірісейік. Теңдеуді шешіңіз дейді. Шешуді былай бастаймыз. Бірінші бөлшекке тимейміз, сол күйінде көшіреміз. Қосу екінші бөлшектің бөлімінде x-ті жақшадан шығарамыз. X минус 2 жақшаның ішінде тең оң жақтағы бөлшектің бөлімінен x-ті жақшадан шығарамыз. Жақшаның ішінде x квадрат минус 4 қалады. Бұл бірінші түрлендіруіміз. Ал енді оң жақтағы бөлшектің бөлімінде x квадрат минус 4 деген өрнек қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Квадраттардың айырмасы a квадрат минус b квадратқа. Олай болса, сол формуланы қолданып ашайық. Теңдеуді біз қазірше шешуге кіріскен жоқпыз деп айтуға болады. Біз тек қана дайындап жатырмыз. Сонымен сол жағын сол күйінде көшіреміз. Оң жағындағы бөлімдегі жақшаны қысқаша көбейту формуласымен былай деп ашамыз. X минус 2 көбейту X плюс 2. Міне теңдеуіміз түсініктірек түрге келтірілді. Енді өте бір маңызды мәселе бар. Біріншіден, теңдеудегі бөлшектердің барлығының бөлімінде айнымалы x бар. Осы өте маңызды. Олай болса, біз мына бір мәселені еске алуымыз керек. Оны бөлек жазып қояйық. Мысалы, бір бөлшек берілсе, сан 0-ге бөлу керек болса, сан 0-ге бөлініп қалса, нешке тең болады деп сұрағанда, кейбір оқушылар 0 болады дейді. Бұл үлкен қате. Сондықтан жақсылап есте ұстау керек. Ешқандай санды 0-ге бөлуге болмайды. 0-ге бөлуге болмайды. 0-ге сан бөлінбейді. Мұндайды 0-ге бөлуді анықталмағандық деп атайды. Яғни 0-ге бөлу ол анықталмағандық. Ал енді біздің теңдеуімізде бөлшектердің бөлімінде 0 пайда болып қалса, не болады? Теңдеудің мағынасы жойылады. Ол енді теңдеу болмайды. Ол мағынасыз, мәнсіз басқа бір нәрсе болуы мүмкін. Ал біз есепті ондай жағдайға жібермеуіміз керек. Олай болса, теңдеудегі бөлшектердің бөлімінде 0 шығатын жағдайларды ескеріп, айналып өтуіміз керек. Міне қысқаша түсінгенде осылай деп айтуға болады. Олай болса, біз 0-ге бөлуді қалай ескереміз? Соған келейік енді. Қарасақ, бірінші бөлшектің бөліміндегі x плюс 2 оң жақта да бар. Екінші бөлшектің бөліміндегі x минус 2 оң жақта да бар. Және x ол да екі жерде қайталанады. Міне осы қайталанатын көбейткіштерді біз былай оң жаққа бөлек 0-ге теңестіреміз. Бірінші, x-ті аламыз да 0-ге тең болмау керек деп өзіміз ескертеміз. Ал енді x 0-ге тең болса не болатыны? Теңдеуден көрініп тұр міне. X-тің орнына 0 қойып көрейік. Сонда екінші бөлшектің бөлімінде 0 пайда болады да, жаңа айтқан 0-ге бөлу деген анықталмағандық пайда болады. Теңдеудің мағынасы жоғалып кетеді. Сол жағдайға жібермеу үшін біз өзіміз белгісіз шама x-ке шарт қоямыз. X 0-ге тең болмау керек дейміз.
Келесі көбейткішті аламыз. Бөлімдерде x минус 2 бар. Онда нөлге тең болмау керек деп аламыз. Ал енді оның нөлге тең болғанда не болатыны тағы да көрініп тұр. Екінші бөлшектің бөлімі нөлге айналады. Ол жерде анықталмағандық болады. Және теңдеудің оң жағындағы бөлшектің бөлімінде де нөл пайда болады. Ол жерде де анықталмағандық пайда болады. Оның біреуі ғана жеткілікті теңдеудің мағынасы жойылу үшін. Сол үшін x минус 2 нөлге тең болмайды. Тең болмау керек деп шарт қоямыз. Және үшінші жағдай x плюс 2 ол да нөлге тең болмауы тиіс. Міне осы теңдеудің мәнін, мағынасын кетіретін айнымалының мәндері бөгде шешім деп аталады кейбір кітаптарда. Ал кейбір оқулықтарда бөгде шешім деген ұғым қолданылмайды. Ондай жағдайда бөгде шешімді қалай түсіндіруге болатын, қазір оларды жазып алғаннан кейін айтайық. Бірінші бөгде шешіміміз ол әрине нөл, қайталап жаза салайын. Ал екінші бөгде шешім ол x минус 2 нөлге тең емес деген өрнектен шығады. Минус 2-ні оң жаққа өткізсек 2. Яғни екінші бөгде шешіміміз ол 2. Үшінші бөгде шешіміміз ол x плюс 2 нөлге тең емес деген өрнектен шығады. Плюс 2-ні оң жаққа өткізіп жіберсек минус 2 болады. Міне осы x-тің үш мәні бөгде шешім деп аталады. Қасына жазып қояйын. Үш бөгде шешім бар екен. Бөгде деген ол бөтен деген мағынаны білдіреді. Немесе шешім емес дегенді білдіреді. Бөгде шешім деген ол шешім емес деген сөз. Яғни осы үш сан 0, 2 және минус 2 x-тің шешімі болмау керек. X-тің мәні болмау керек. Теңдеудің шешімі болмау керек. Оны біз қалай ескеретінімізді есепті толық шығарғаннан кейін көреміз. Сонда бөгде шешім дегеннің мағынасы өзінен өзі айқындалады. Қазірше бөгде шешімдерді міне бөлек анықтап қойдық. Ал енді бөгде шешім деген қолданылмайтын болса, кейбір математика сабақтарында кейбір мұғалімдер бөгде шешімді қолданбайтын болса, оқулықта да жоқ болса, онда оны қалай түсіндіруге болады дегенде, ондай жағдайда бөгде шешімнің орнына теңдеудің мүмкін мәндер жиыны деген ұғым қолданылады. Қысқаша ММЖ. Әр теңдеудің мүмкін мәндер жиыны болады. ММЖ деп қысқартылады. Олай болса, бөгде шешім дегеніміз теңдеудің мүмкін мәндер жиынына, яғни ММЖ-ға кірмейтін мәндері, белгісіз немесе айнымалы x-тің теңдеудің мүмкін мәндер жиынына кірмейтін мәндері бөгде шешім деп түсіндіруге болады. Кірмейді деп ескертіп қояйын. Міне бөгде шешім ұғымын пайдаланған негізі теңдеулер шешу кезінде өте ыңғайлы. Сол себептен біз қазіргі теңдеуімізді осы бөгде шешімдерді ажыратып барып ескеру арқылы шығаратын боламыз. Ал енді теңдеуді шығаруды жалғастырайық. Ол үшін теңдеудің сол жағын ортақ бөлімге келтіреміз. x минус 2 көбейтілген x плюс 2. Бұл теңдеудің сол жағындағы екі бөлшектің ортақ бөлімі. Бірінші бөлшекке x көбейтілген x минус 2-ден тиеді. Ал екінші бөлшекке x
плюс 2-ден тиеді. Ал енді анымында қандай өрнектер пайда болатынын жазайық. X-ті жақшадағы өрнекке бірден көбейтіп жаза салайық. X квадрат болады, минус 2x болады. Және қосу екінші бөлшектің алымына өтсек, ол жерде x плюс 2-нің өзі болады, бірге көбейткен кезде. Ал енді оң жағын өз күйінде көшіре саламыз. Бөлімі қарап отырсаңыз, сол жақтағы бөлшектің бөліміменен бірдей болып қалды. Ол деген сөз, бірдей бөлімдерді қысқартып жіберуге болады. Осы жерде де бір ескерту бар. Бөлімде айнымалы x-тер бар. Егер бөлшектердің бөлімінде айнымалы x болатын болса, осындай теңдеулерді шешетін кезде бөлімдерді қысқартпай тұрып, бірінші бөгде шешімдерді тауып алу керек. Осыны қатаң есте сақтау керек. Егер бөлімдерді қысқартып жіберетін болсақ, онда одан кейін бөгде шешімдерді таба алмаймыз, бөгде шешімдерді бақылай алмаймыз. Олай болса, есептің шешімінде үлкен қателіктер кетуі әбден мүмкін. Сол себептен тағы да ескертеміз. Егер бөлшектердің бөлімінде айнымалы x болатын болса, айнымалы шамалар болатын болса, оны қысқартуға асықпау керек. Бөгде шешімдерді тауып алғаннан кейін ғана қысқартуға болады. Міне біз солай істедік. Енді алымдарды есептейік, жинақтайық. X квадрат болады. X квадрат минус x плюс 2 8-ді сол жаққа өткізіп жіберейік. Және x квадрат минус x минус 6 тең 0. Яғни бөлшек теңдеуіміз, немесе кейбір жағдайда бұндай бөлшек теңдеулерді рационал теңдеулер деп атайды. Міне біздің рационал теңдеуіміз қарапайым квадрат теңдеуге келтірілді. Осы квадрат теңдеудің шешімдерін табайық. Кәдімгі үйреншікті дискриминант арқылы шешімдерді таба салайық. 1 қосу 24. Бұл дегеніміз 25. 25 деген ол 5-тің квадраты. Олай болса, екі түбірді жазайық. X-тің алдындағы коэффициент минус 1 плюс 1 болып келеді. Түбірдің астынан дискриминантты шығарғанда 5 болады, бөлімде 2 болады. Сонымен біз екі түбірді табамыз. Минуспен алатын болсақ, минус 4 бөлінген 2, минус 2 болады. Плюспен алатын болсақ, 3 болады. Міне енді дәл осы жерде өте маңызды сәт. Шешімдеріміздің ішінде бөгде шешім болатын шешім бар ма деген сұраққа өте мұқият жауап беруіміз керек. Міне екі түбірімізді біз бұлай қатарынан ерінбей жазып ала салайық. Кейін алғашқы кезде тауып қойған бөгде шешімдермен салыстырайық. Қарасақ, бірінші түбіріміз минус 2 бөгде шешім екен. Ол деген сөз шешімге жіберуге, шешімге қабылдауға болмайды деген сөз бұл мәнді. Өйткені, егер x минус 2-ге тең болса, теңдеуіміздің мағынасы кетеді. Ондай жағдайға жібермеуге тиіспіз. Олай болса, біз минус 2-ні бөгде шешім ретінде сызып тастаймыз. Бұл жалған шешім деген сөз. Бөгде шешім деген сөз. Ол теңдеу шешу барысында түбір болып, шешім болып шығады, бірақ негізінде мағынасы бойынша ол шешім бола алмайды. Сондықтан бөгде шешім дегеніміз ол жалған шешім. Міне осыған өте
абай болу керек. Бұл теңдеуді шешкендегі ең маңызды мәселенің өзі осы деп айтуға да болады. Ал енді екінші түбірімізге қарайық. X 3-ке тең дейді. Бұл шешім бөгде шешімдердің арасында жоқ. Олай болса, ол шынайы ақиқат шешім, оны есеп теңдеудің жауабына беруге болады деген сөз. Міне біз қарапайым бөлшек теңдеуді қалай шешу керек екенін талдадық. Оның ең негізгі жауапты мәселесі, менің ойымша, ол теңдеу шешу барысында бөгде шешімдерді тауып, оны бақылап, табылған шешімдерді бөгде шешімге тексеру керекті. Ол бөгде шешімдерді міндетті түрде сызып тастау керек, жауапқа өткізбеуге тиіспіз. Міне осы мәселені қатаң есте ұстау керек.